Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Үй жағдайында өте дәмді нан пісіреміз. Ол үшін бізге 1 литр жылы су қажет. 12 грамм ашытқы саламыз. 1 чай қасық қант саламыз және 1,5 қасық тұз салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Және де 70 грамм ерітілген майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Соңында 1 килограмм 600 грамм ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды салып, бетін жақсылап жауып қоямыз. Нанымыз көтерілді. Жақсылап ауасын шығарып, тағы да бір басып, бетін жауып қойып қоямыз. Міне нанымыз көтерілді. 2-ге бөлеміз. Біздің яғни осы қоспалардан иленгеннен 2 үлкен нан шығады. Пергамент қағаз түсіне нан формасын келтіріп, 2 жағын бөлтек жасап қоямыз. Ол нанның өзін көлемін сақтап қалу үшін қажет. Үстіне жақсылап ұн сүйіп шығамыз. Тағы да пищевая пленканың үстіне қойып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін үстіне әдемі узор өз еркіңізбен қойсаңыздар болады. Мен лезвиямен жасап шықтым. Нанымызды 190 градустағы пешке 45 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шыққан. Бұл нанның ерекшелігі, бұл жерде, яғни қоспаларда ешқандай бір ерекше қоспаларды қоспаймыз. Тек қана жасау технологиясында ғана ерекшеліктері бар. Сол жағын жақсы ұстанып пісірсеңіздер, нандарыңыз өте дәмді, сырты қытырлақ болып, іші жұмсақ болып шығады. Міне арасын кесіп көргенімізде, арасы 1 келкі болып пісіп шыққан. Және де өз көлемін ертесі күнде де сақтап қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Рахмет.